Энергия Казахстан жүйесінің тасқындық кен орны бойынша 2026 жылға арналған рұқсат етілетін шығарындылар нормативінің жобасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасының қалдықтарды басқару бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау бойынша табиғат қорғау іс-шараларының жоспары бойынша ашық жиналыс түрінде өткізетін қоғамдық тыңдаудың бағдарламасы. Регламент қоғамдық тыңдау қатысушыларын тіркеу, жергілікті атқарушы орган өкілінің кіріспе сөзі, қоғамдық тыңдау хатшысын сайлау, баяндамашының тыңдау, сұрақтар мен жауап пікір алмасу, қоғамдық тыңдау хаттамасының қабылдау. Дауысқа салынсын. Хатшыны тағайындап жүреді бұл жерде. Экополис компания жауапкершілігі серіктестігінің эколог. Осы проекттің разработчигіміз. Қарсы болсын. Қарсы болсын. Құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылар, алдыңғы жиналыста айтып өттім, осы қоғамдық тыңдаудың өткізілетіндігі туралы хабарлама экопорталға осы диапазон телерадиотіне, сосын радиоға беріліп, осында істеген радиоэфирге қатысуына көрсетермін. Осы заң бойынша осы нелерді міндетті деп жазылған, қалғанымызды WhatsApp группа ондай енді жазылмаған, әрі жергілікті атқарушы органдармен жүзеге асырады. Енді стандарт энергия Казахстан жауапкершілігі тасқындық кен орны бойынша 26 жылға арналған рұқсат етілетін шығарындарды нормативтік жобасына келейік. Мұнда 29 тұрақты ластауыш көзі анықталған, 26 жылға оның ішінде 14 ұйымдасқан және 15 ұйымдаспаған көздер. Бірінші, төртінші қауіптілік класына жататын 21 ластауыш заттар бөлінеді. Есептік мәліметтерге сәйкес ендігі жобасы бойынша жылына 29 тонна жылына ластауыш заттар бөлінетіндігі нақтыланды. Мұнда да соңғы 3 жылдың несін айтып өтсем, 2019 23,9 тонна бөлінген, 2020 жылы 18,4 тонна жылына, 21 жылы 28 тонна бөлінген. Ластауыш заттардың жер үстілік шөгінділерін есептеу Қазақстан Республикасының экологиялық табиғи ресурстар министрлігінің қолдана отырған ERA-1-3 бағдарламалық кешенінің орындалды. Осы әдістемеге сәйкес ластауыш заттардың шөгінділері елді мекендер үшін белгіленген рұқсат етілетін шығарындар шөгінділері мөлшерінен аспайды және рұқсат етілетін шығарындылар ретінде қабылданады. Осы тасқындық кен орны бойынша санитарлық қорғау аймағы 500 метр ретінде белгіленді. Бұған жақын орналасқан Байғанин ауданындағы осы Қопа ауылы. Кен орнының ұңғымалар қоры 2 бірлікті құрайды. Бір және екіті, оның ішінде действующий бір ғана скважина қолданылып береді. Бұл механикаландырылған әдіспен пайдаланылады. 26 жылға кен орны үшін бұғанда өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы әзірленген. Бұл бағдарлама бойынша ластауыш көздері инструментальдық әдіспен азот диоксидіне, азот оксиді, күкірт диоксиді және көміртегі оксидіне 90 сайын өлшемдер жүргізіп отыру инструментальдық әдіспен, ластауыш заттарға 90 сайын есептік әдіспен мониторинг жүргізу, атмосфералық ауа сапасының тәулігіне 3 рет 90 сайын мониторинг жүргізу, номер 2 бақылау ұңғымасында 2 рет су сынамаларынан бақылау жүргізу қарастырылған. Сондай-ақ санитарлық қорғау аймағының 4 бағытында топырақтың ластану деңгейіне мониторинг жүргізіледі. Бұл кен орны бойынша жалпы көлемі 7,4 тонна жылына қалдықтар түзіледі. Олар қатты тұрмыс қалдықтар, арнайы киім қалдықтары, электрод тұқылдары, мұнай шламдары, байланған шүмелектер. Бұларда арнайы бөлінген орындардағы контейнерлерге, жабық қыстарға уақытша сақталып, келісімшарт бойынша лицензиясы бар мамандандырылған мекемелерге тапсырылып отырады. Осы кен орнының қоршаған ортаға әсерін төмендету мақсатында кіреберіс жолдарда және өндіріс
орындарда шаң басып жұмыстарын жүргізу, ай сайын құбырлардың, арматурлардың жаңағы технологиялық жабдықтардың барлық резбалық фланцтік дәнекерлеу байланыстарын жүйелі түрде қарап отыру, қысымдық арматураларды қарап отыру, бұзылған жерлерге рекультивация жұмыстарын жүргізу, жерді қорғау, тозудан, шөлдеуден қорғау және санитарлық қорғау аймағын кемінде 40%-дан кем емес мөлшерде көгалдандырып отыру қарастырылған. Осы тағы да басқа шаралар қарастырылған, мана айтып өттім, генофондық және биоалуантүрлілікті сақтау бойынша ғылыми іздестіру жұмыстарын жүргізу. Жалпы осы қоршаған ортаны қорғау шараларына 11 миллион 600 мың теңге қарастырылған. Енді мына жерде мен технологиясын айтып өтейінші осы ненің. Кен орнында және мұнайды жинау және тасымалдау схемасы келесі схема бойынша жүргізіледі. Ұңғымадан шығарылған газ сұйықтық қоспалары құбырлық желілер арқылы мұнай жинау пунктіндегі manifoldқа түсіп, мультифазалық есептегіш көмегімен кезегімен дебит есептеледі. Ары қарай газ сұйықтық қоспалары мұнайды газдан айыратын негізгі процесс жүргізетін қос фазалы сепараторға түседі. Одан кейін сепарацияланған газ отындық газ ретінде ПП-063 жылыту пешіне және үрлеу газ ретінде биік вертикалды алау қондырғысында қолданылады. Газ сепарациялардың екінші деңгейіне жылыту пешінде жағу алдында газ дайындау үшін газ сепараторы қолданылады. Сепарацияланған сұйықтық мұнай жинау сыйымдылықтарына түсіп, тұндырылып, бос қабатты сулары, пластик сулар ғой, судың дренаждық сыйымдылығына жіберіледі. Одан кейін мұнай жинау сыйымдылығынан мұнай желісіне шығар жерде химиялық реагентпен дозировкалау блогынан химиялық реагенттер жіберіледі. Ары қарай мұнай ағысы жолдық жылытқышқа бағытталып, қажет температураға дейін жылытылады. Жылыту пешінен шығар жерде мұнай ағынына тұщыту қосылып, мұнай сыйымдылығына келеді. Бұл жерде қосымша тұндыру жүргізіледі. Тұндырылғаннан соң мұнай жүйенің сыйымдылықтарынан дренаждық сыйымдылыққа жіберіліп, су құю құбыры арқылы ары қарай қателік жарату үшін автоцистерналарға жіберіледі. Ал жаңа тұндырылған мұнай цистерналары арқылы жоба кен орнындағы мұнай дайындау пунктіне жіберіледі. Кен орнын электрмен қамтамасыз ету автономды дизельді генератор арқылы жүзеге асырылады. Қысқаша баяндама болса, сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса айтып отырыңыздар. өзіңізге зиян тимесе болады. Егер ластану деңгейі сол санитарлық қорғау аймағы шегінде қалып қояды. Сосын бұл біздер мына қоғам тыңдау өткізілгеннен кейін осы документтердің барлығын жинап республика бойынша экопортал бар, эндоэкология экопортал десеңіз интернетте шығады. Содан қарап отыруыңызға болады отчеттарды. Кез келген кәсіпорынның отчеттарын қарап отыруыңызға болады. Осы нелердің барлығын саламыз. 90 сайын мысалы ластану деңгейін саламыз. бір ПДК неден санитаризация зонадан шығып кетті ма? Шығып кетті оған бәрін. Ашық жаңа бақылауға берсеңіздер, біздердің аптада 90 сайын тапсыратын отчеттар дәл соның ішінде тұрады. Кез келген адам қарай алады, оны не істейді, егер компания не істейді, атын теріп не істесе шығады. Мына объявлениелер қоғамдық тыңдау туралы өткендігі несі барлығы. Қашан болайын? Ішіндегі жобалар барлығы соның ішінде тұрады. Кез келген адам ашық, адам қарап оқып, жасырын ештеме жоқ, ашық түрде жариялап. Себебі қоғамдық тыңдаудың болатындығы туралы хабарлама міндетті түрде бұқаралық ақпарат құралдарына дегенде, сол бұқаралық ақпарат құралдарына кемінде бір ай тұру керек ол жерде. Сол себепті біздер 9 октябрьде салып қоямыз, оны қадағалаушы органдар бар, өздері қарап қадағалап негіз салып отыр. Сұрақ болмаса онда дауысқа салайық, жабылуды. Рахмет қатысқандарыңызға.
жауап бере аламыз.